Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен галереядағы тарихи бір фотоны таныстыратын боламын. Бұл фото Францияның архивінен алынған, 20 ғасырдың басындағы француз журналында жарияланған қазақ әйелі деген осындай мақала екен. Мына жерде көптеген сол кезде түсірген тарихи суреттер берілген. Мысалы, мына суреттің аты даладағы лагерь деп аталады. Бұнда қарасаңыздар, үлкен бір тойма, жиын болып жатыр, арбалар тұр, жан-жақтан адамдар келген, бір жерде жиын болып жатыр, бір жерде әңгімелесіп отыр, бір жерде басқа деген сияқты осындай қазақ өмірі бейнеленген екен. Оның жанында бұған текст берілген. Бұл текстте қазақ әйелдер туралы, олардың жағдайлары қандай, түрлері қандай киімдер киеді, статусы қандай, соның барлығы, шаштары қандай екені, түстері, көздері бәрі айқын жазылған. Екінші бір суретте бұл қазақ әйелдері тамақ жасап жатыр деген сурет. Мына жерде қарасаңыздар, бір нәрсе қайнатып жатыр. Оның жанында тағы текст берілген. Бұл текстте қазақтардың көшпелі тайпа екен, олардың Қытай мен Ресей империясының аралығында орналасқаны туралы жазылған. Көп әйел алатыны айтылған. Осы жерде мына жерде екінші, үшінші осы суретте түйенің жүнінен арқан тартып жатыр деп беріпті. Мынау суретте ойланып отырған бір апамыз, бұл кісі не ойланып отыр деп сұрақ қойып жазған екен. Одан кейін бір отбасы мына жерде ерлі зайыптыда апамыз орысша еріп отыр. Енді бұл сурет 19 ғасырдың басы, 20 ғасырдың аяғында француз экспедициясының адамдары қазақ жеріне келгенде түсіріп алған сурет екен. Менде көптеген басқа суреттер бар, алдағы уақытта саламын. Бөлісіп, қолдап, лайк басып отырыңыздар, сұраңыздар, комментарийға жазыңыздар. Кез келген нәрсені мен шетелдің архивтерінен, басқа да журналдардан тауып сіздерге салып беретін боламын.